Жаңадан босанған әйелдің төсінен сүті шықпай қиналып жатса, мына шайды дайындап ішіңіздер. Бұл шай пайдалы және де құнарлы болып келеді. Ең алдымен бізге ұсақтап тұрылған құйрық май қажет болады. Құйрық майымызды түбі қалың ыдысымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Майымыз қуырылғаннан кейін құйрық майды алып тастаймыз да, қалған майдың үстінен 2 ас қасық ұнымызды қосамыз. Ұнымыз қыздар құйрық майдың дәмін алып тастайды. Сол кезде майдың ешқандай да дәмі шықпайтын болады. Ұнымызды қосқаннан кейін барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырылған ұнның үстінен өздеріңізге ұнаған кез келген пайыздағы 300 грамм сүтімізді қазанымызға құйып алатын боламыз. Қазанымызға құямыз да барлығын тоқтаусыз жақсылап араластырамыз. Қайнап жатқан сүттің үстінен 2 ас қасық тарыны қосамыз. Тарымызды қосқаннан кейін 3-4 минут аралығында біздің тарымыз толықтай жарылғанша қайнатып алатын боламыз. Алдын ала дайындап қойған қара шайымызды осы сүттің үстіне құямыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің шайымыз тәтті болу үшін осындай науат қоссаңыздар болады. Науатты қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз да 1-2 минут қайнатамыз. 1-2 минуттан кейін мінекей біздің шайымыз дайын болды. Дәл осы пайдалы шайды дайындап жатқан кезде термоподымның тат басып кеткенін көремін қыздар. Біздің үйдегі су сары, сол себепті ыдыстарым арасында осылай тат басып қалады. Тазаның порошогымен бірге эксперимент жасап көрейік. Қайнап тұрған судың ішіне 2 ас қасық тазаның порошогын саламыз да, и моментально қыздар қараңыздар, татын, кірін барлығын алып шығады. Дәл осы порошокты Каспий магазинінен заказ беріп алдырта аласыз.